Барлықтарыңызға сәлем. Бізде ремонт. Осы жақты надежно таптырдық. Енді ақтаймын. Бұл жерде мен молдинг жасаймын деп өзімше мына жарды алып тұрмын. Мынандай заттарды алдым. Бұлардың кішкентай үлкен жері қазір айтам бағаларын. Получится, не получится, көреміз. Если получится, онда мына жарға да жасаймын молдинг. Если нет, просто ақтап тастаймыз. Осы жарға так, менде мынандай үлкен молдинг бар. Мына 800 теңгеге алдым. Мынаны 250 теңгеден алдым. Бұл кішкентай жұқасы. Енді бұларды арнайы мына пистолетпен жабыстыратын боламын. Оған дейін өлшеп аламын. Өлшеу үшін маған керек нәрсе метровка, карандаш и малярный скотч. Ең басында қайын інім екеуміз малярный скотчпен жабыстырып шықтық. Мен өмірімде бірінші рет молдинг жабыстырайын деп тұрмын. Қалай болады, қалай өлшем, тіпті миыма да келген жоқ. Примерно ойыма келгенмен, жобамен басында ойладым, малярный скотчпен 4-5 қылып тегістеп алайын. Сосын соның жанына барлығын орналастырып жабыстырамын деп ойладым. Сөйтсем негізі малярный скотч мүлдем бұндайға келмейді екен. Малярныймен өлшеп алған менде именно молдингті орналастырған кезде малярный скотчты алып тастау керек. Себебі ол малярный скотч астына алып қоятын болса, молдинг жабыспайды екен. Сондықтан ешқандай да бұл невыгодно. Тупо пустая трата скотча болып шықты. Кішкентай қызым бола тұра, кішкентай қызыма 3 ай неге осы бөлмені ремонттаймын деп қолға алғанымды таки түсінбедім. Негізі мен бұған дейін домдардың сырттарына, 9 этажды, 5 этажды домдардың сырттарына, мектептердің іштеріне заказ алып, сурет салып, бояп жүрдім. Сол бояуды сағындым ба, әлде шығармашыл адам болғасын жерде бір нәрсені жаңадан жасағым келгесін ба. Қызым кішкентай болса да ремонт жасайым деп үйдегілерге айттым. Үйдегілер мүлдем қарсы болған жоқ, себебі конечно это же бесплатно. Бұндағы шыққан шығын тек 25 литрлік ақ краска және 800 теңгелік, 250 теңгелік молдингтар. Толық бір бөлменің шығыны 20 мыңға жуықтады. 20 мың теңгеге толықтай ақтап және молдинг тарту. Негізі егер молдингті заказға жасататын болса, ол өте қымбатқа шығады екен. Сол үшін де өзім ең бірінші молдингті барлығын жабыстырып көргеннен кейін маған өте қатты ұнады. Арасында қызымды емізем, арасында барып тамақ пісіріп, сарай жинап кетем, сөйтіп жүріп 4-5 күн уақыт кетті осы барлық молдингтарды жабыстыруға. Екінші жарды толықтай жабыстырамын деп ойлаған, бірақ оған біріншіден уақыт жеткен жоқ. Екіншіден ол деген өте көп күшті энергияны талап етеді. Солай тек қана екі жақ жарға молдинг тартып, ары қарай краскілеуге кірістім. Негізі молдингті тегістеп шығару үшін арнайы лазерлі линейкалар пайдаланады екен. Менде ондай болмағасын, мен метровкамен өлшеп, басында төбемен өлшеп көргенмін. Онымен төбе қисық болып шықты. Полмен өлшеп көрдім, полда қисық болды. Сөйтіп екі жарды да көрдім. Айналған кезде көзбен жобалап өлшеп, сөйтіп екі жарға әдемі молдинг тарттым. Енді бұлардың барлығын әдемілеп ақтау керек. Менің екі қайын інім ақтауға көмектесті. Бірақ баланың ісі шала дегендей, екі қайын інім кейбір жерлерін өте қалың, кейбір жерлерін өте жұқа, ағыл-жағал етіп бір жақ жарды ақтап тастаған екен. Содан кейін толықтай өзім кірістім. Қызымды үнемі күйеуім қарап жүрді және арасында барып емізіп, арасында барып ұйықтатып, арасында келінді қызметіммен, арасында үйдің шаруасын жасап, сөйтіп жүріп, молдингті негізі 2,5 күнде тартқан болатынмын. Ал краскілеуге өте көп уақыт кетті, себебі бір рет ақтап шыққан уақытта негізі бұл бөлме тек қана обоймен тұрған және бұл бөлменің 3 терезесіне де күн қатты түседі. Сол үшінде жар өте қатты шөлдеп қалған екен. Қайта-қайта краскамды жұтып қойып 3-4 қабат
ақтап краскілеп шықтым. Негізі после роды әлі өзім физически қалпыма келмегесін, негізі ақталған уақытта белім, арқам өте қатты ауырып қалатын және тез шаршап қала беретін болдым. Арасында мүмкін емізетін болғасында шығар, мен өте қатты бұл бөлмені бітіргенше қиналып кеттім десем де болады. Негізі бұрын 20 сағаттап, 14 сағаттап ұйықтамай бір жарды краскілеп тұра беретінмін. Ол кезде енді до роды, яғни ол кезде мен бойдақ болдым, ешқандай беременность болған жоқ, ешқандай род болған жоқ. После роды кішкене физически өте слабый болып қалғанымды байқадым. Осылай барлығын бірнеше қабат ақтап краскілеп шықтым. Негізі күйеуім өзі көмектескісі келген, бірақ қызымды күйеуімнен басқа ешкімге тапсыра алмайтын болғандықтан күйеуім қызымның қасында болды. Бұл бөлменің кейбір жөндеу керек жерлерін атам жөндеп берді. Себебі обойды жыртқан кезде асты ағал-жағал болды. Асты деген кедір бұдыр болды және кейбір жерлерінде өзінің ақбалшығы түсіп қалған екен. Соның ішін жаңа цемент бір нәрселерді құйып, шпаклевкаларды құйып, жабыстырып, жағып, сөйтіп маған бұл жарды дайындап берді. Енді соңғы жар қалды, ең үлкен жар. Бұл жарды негізі екі қайынінім целый бір түн бойы мороженый мен сок үшін ақтап шыққан болатын, бірақ ағал-жағал болғасын жерде өзім қайтадан ақтадым. Екі қайын інімнің ақтағанның арқасында негізі бұл жарға тек қана 2 слой жақтым, басқа жарларға 4-5 слойдан жағып шыққан болатынмын. Мен ана жақта түгел ақтап, жақтауларын ақтап болдым. Енді төменнің жақтаулары қалып, сонымен полный уборка, сонымен бітеді үй. Содан кейін чисто тойдың сценарийіне кірсем. Және бөлмеге гальтель жабыстыратын болдым. Негізі атам односторонний жабысатын гальтель алып келген екен, яғни гальтельдің тек қана төбеге жабыстыратын түрін. Сосын ол келіспейді дегеннен кейін бірге базарға барып, екі жағынан да жарға да краскіленетін, яғни клейленетін және төбеге де клейленетін түрін алуға бара жатырмыз. Күн 40 градус ыстық, сонда да қызыммен базарға келдім, себебі қызымды ешкімге сеніп тапсыра алмаймын. 40 градус ыстық болсын, 40 градус суық болсын, өзімнің қасымда жүрсін деп үнемі қасыма алып жүремін. Алда кетіп бара жатырған менің атам, бұл біздің Орал қаласының құрылыс базары. Осы алған жерге барып, ауыстырып алып келетін болдық. Және оның алдында 9 штук гальтель беріп жүрген екен. 9 штук емес, бізге 11 штук керек екен. Сол ішінде есептеп және қандай гальтель келеді, соны қарап нақтылау үшін бірге ілесіп келдім. Гальтельді әкелген бойда бірден ашып жабыстыруға кірістім. Өмірімде бірінші рет гальтель жабыстырайын деп тұрмын. Маған ең қиын болғаны бұрышын шығару болды. Негізі ол бұрышын шығаруды то ютубтан қарадым, то инстаграмнан қарадым, то лайфхактарды қарадым, бірақ дұрыс бұрышын келтіре алмадым. Білмеймін, именно бұрышын келтіріп, жерге қарағанда бір-бірдей болып тұрады да, қайтадан төбеге апарсам, екеуі екі түрлі. Сонымен кәдімгідей бүкіл нервім құрып, әрең бұрыштарын шығардым. Қайта басында ұзынынан шығарып көрдім, кейін лайфхактарды қарағаннан кейін ортасынан гальтельді бөліп алып, бірінші бұрыштарын шығарып алады екен. Бұрыштарын шығарып алғаннан кейін барып, қалған гальтельдерді жабыстырады екен. Негізі бұрындары бұндай жұмыстарға қолым өте икемді және өте тез жасайтынмын. Енді 2 жылдан бері мүлдем құрылыс саласына, мүлдем бір нәрселерді, шығармашылық заттарды жасауға қолым тимей жүрді де, содан кейін қолым шығып кеткен екен. Сосын бір жақ бұрышын келістіріп алғаннан кейін екінші жақ бұрышына кірістім. Негізі бұрыштарын кейбіреулері сәйкес келмеген уақытта ортасына клейді жағып, красканы жағып, әйтеуір бұрышын шығардым. Сөйтіп гальтельді бір жағына
екінші жағына, үшінші жағына сөйтіп жүріп бұл гальтельді жабыстыруға да 2 күн уақыт кеткен екен. Сөйтіп 1 аптаның ішінде бір бөлмені толықтай ақтап, одан кейін оған молдинг тартып, то есть бірінші молдинг тартып, одан кейін оны 5-6 слоймен ақтап, кейін гальтелін жабыстырып, сөйтіп толықтай аяқтап, ремонттап бітірдім. Негізі осы ремонттау барысында шыны керек қатты шаршадым, бірақ маған өте қатты ұнады. Себебі бұндай жұмыстарды өзімнің миым өте қатты жақсы көреді. Маған как будто медитация сияқты болып көрінді. Себебі осындай шығармашылықтармен айналысқан уақытта миыма жаңа идеялар келеді, жаңадан креативтар ойлай бастаймын. Көптен бері енді после роды психологический, эмоциональный восстановлениеге бұл гальтельдерді жабыстыру, осы бөлмені толықтай ақтап шығу маған үлкен көмегін тигізді десем де болады. Осы бөлмені ремонттау кезінде тып-тыныш болып, ұйықтап, емізген уақытында еміп, мазасызданбаған қызыма үлкен рахмет айтамын, және сол қызымды тып-тыныш қылып баққан күйеуіме өте қатты риза болдым. Себебі осындай өзіме ұнайтын пайдалы істерді жасаған уақытта күйеуім мені үнемі қолдайды, және қатты араласпай, мен айтпай мүмкіндік берген ата-енеме де үлкен рахмет. 2 қайын інім артымнан барлығын жинап, осы еденді толықтай жуып шықты. Конечно, не бесплатно, но солай жуып маған көмектескеніне прям қатты риза болдым. Негізі үйде бюджетный вариантпен әдемілеп ремонт жасауға болады екен. Өз үйімде алғаш рет ремонттап, алғаш рет гальтель қондырып, молдинг тартқаныма біріншіден өзім өте қатты қуанып тұрмын. Екіншіден, болашақта да бюджетный вариантпен үйге ремонт жасауға болады екен. Негізі болашақта осы бөлменің екінші жағына молдинг тарту ойымда бар, әрине ерініп қалмасам. Себебі қонақтар тойға келген уақытта барлығы мақтап, кәдімгідей восхищаться еткен сайын маған одан сайын басқа бөлмелерді де ремонттауға деген желанием ашылған болатын. Осы жолы кішкентай қызым бола тұра, емізулі қызым бола тұра, ерінбей осы бөлмені ремонттаған өзіме үлкен рахмет. Егер өздеріңіздің үйлеріңізде бюджетный вариантпен ремонт жасағыларыңыз келсе, міндетті түрде ерінбей әртүрлі ютубты, әртүрлі тикток, инстаграмдағы лайфхактарды қарап, бюджетный ұнаған вариантта ремонт жасауға болады екен. Соңында осындай әдемі бөлме пайда болды. Негізі бұны YouTube форматында түсірем деп ойлағанмын, бірақ солай түсірдім деп те ойладым. Негізі монтаж жасаған кезде осындай форматта видео шықты, бірақ сонда да осы видеоны салып жатырмын. Ұнаса лайк басып қолдап қойыңыздар.